Сәлем қыздар, бүгін біз Орео чизкейкін дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, аздап миксерде боламыз, және де 55 грамм шекерімізді қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып, ағарғанша 2 есе ұлғаяды осылай. Ағарғанша араластырып аламыз. Және де үстінен қатты ысып тұрған ыстық суымыз қосамыз, 30 грамм араластырамыз. 30 грамм сұйық майымыз қосамыз. Бірге араластырамыз. Және де алдын ала дайындалып алған 60 грамм ұнымыз, 10 грамм какао және 5 грамм розакейтімізді осылай бірге араластырып алып, қолмен не болмаса миксердің көмегімен араластырып массамызды дайындасақ болады. Мен аздап қолмен және миксермен араластырып алдым. Көп араластыруға болмайды, себебі жұмыртқаларыңыз отырып қалады. Міне осындай масса болу керек, тек ұны араласқаннан кейін тоқтатамыз. Форма 22 диаметрі форма менде. Астына фольганы төсеп, осылай қойып, біргелкі етіп жайып, 180 градуста пісіріп аламыз бисквитімізді. Піскенін байқайсыздар, спашка тағап, міне осындай ыстық кезде аламыз піскен кезде, және де решеткаға теріс қаратып қоямыз. Әбден суы керек. Сәл салқындағаннан кейін формамыздан босатамыз. Суына мұрсат береміз. Енді салмасына келсек, 15 грамм желатинімізді 90 грамм суымызға қосып, алдын ала дайындап аламыз. Желатиніміз әбден тұрып, қоюлану керек. Енді 450 грамм бізде творог, 150 грамм қойытылған сүтіміз, сгущенкамыз және де 50 грамм сахарный пудрамыз қосып, бәрін біргелкі масса болғанша блендермен езуеміз. Міне осындай масса болу керек. Енді оның үстінен 100 грамм клейкейіміз қосамыз, мұздай араластырып аламыз. 33%-тан төмен болмау керек клейкейіміз. Араластырып аламыз. Екінші 100 граммды біз желатинді араластыру үшін қолданамыз. Желатиніміз біздің қойыланып тұр. 100 грамм сливкамызды ысытып алдық. Тек қана ысытамыз, қайнатып жіберуге болмайды. Желатинімізге араластырамыз. Желатиніміз біздің еру керек. Осындай еріді. Және де өзіміздің массамызға қосамыз. Миксердің көмегімен араластырамыз. Көп араластыруға болмайды, себебі желатиніміз қатып қалады. Аздап араластырдық, өте сұйық болу керек. Осындай сұйық болады. Және осының үстіне печеньемізді, Орео печеньемізді бөліп саламыз. Қатты ұсақтамаймыз. Ореомыз чизкейкімізді кескен кезде печеньесі көрініп тұрған қажет. Осылай 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Араластырамыз. Форма дайындаймыз енді. Біз бисквитіміз жақсылап суыды, міне, осындай өте жұмсақ. Форманың астына жылжып кетпейтін, майыспайтын форма аламыз. Себебі астына болмаса тақтай қойсаңыздар болады. Мен осындай подложка қойдым. Астына қимылдамайтын. Формамыз 22 диаметр және жанына бортовая пленка қойдым. Аттестатный пленка немесе бортовая пленка дейді. Міне осылай қойып, ортасына салмамызды құямыз. Тегістейміз бетін. Біркелкі етіп тегістеу керек. Және де 1 сағат, 2 сағатқа холодильникке қоямыз, желатиніміз қатқанша. Міне осындай тұрды, менде 2 сағат тұрды. Шығарып, шетіндегі бортовая пленкасынан босатамыз. Міне осындай бортовая пленкамызды аккуратно жаймен алып тастаймыз. Пышақтың көмегімен, не болмаса өздеріңіз еркін.
және де тегіс емес жерлерін пышақтың ұшымен тегістеп алсақтыңыздар болады. Болмаса шпательдің көмегімен. Енді 100 грамм шоколадымыз бен 100 грамм сливкамызды ертіп, микроволновкада ерттім. Мен жылдам бодильон баянда ертсеңіз де болады. Өз қалауларыңыз. Осылай ореомыздың бетіне құйып, әрлейміз. Шет-шетіне сәл түсіріп, подтек жасаймыз. Осындай шешесіне түсіріп, өз қалауларыңызбен әрлесеңіздер болады. Енді бетіне орео печеньені екіге бөліп, осылай әрлесеңіздер болады. Енді әрле өз қалауларыңызда қалағанша әрлесеңіздер болады. Мен орео печеньесі және де ягодалармен әрлеймін. Өзіме ягода қатты ұнайды. Менде малина, ежа малина. Және де жалбыз қолданамын. Мятамыз. Осындай және мятаның жапырағымен сәндеймін. Осылайша мына әдемі қылып сәндесеңіздер болады. Дайын болды. Міне орео чизкейкіміз дайын біздің. Сіздермен бірге болған Жадия кондитер орталығы. Ас болсын қыздар, жасап көріп бағасын беріңіздер.